Қазақстанда шетел көліктерін заңдастыру басталғалы жыр болған конструктор көліктер ақыры тіркелетін болды. Алайда мұндай машинаны заңдастырғаннан кейін оны сата алмайсыз, шетелге шығуға тыйым салынады. Қосалқы бөлшектер түрімен әкелінген және кедендік тазартудан өтпеген автомобильдерді тіркеу туралы куәлікте меншік құқығына өзгертуге тыйым салу және автокөлікті тек Қазақстан Республикасының аумағында пайдалануға рұқсат беру туралы жазба көрсетіледі. Бөлшек ретінде әкелінген машина иелері мұндай өзгерістен келіспейміз дейді. Қазақстан аумағынан шығуға тыйым салынады дегендері орынды шығар, бірақ өз көлігіңді сата алмау жеке тұлғаның құқығын шектеу дейді Данияр Мәкешев. Бір көңілден шықпайтын зат ол ВТО-ның нормасын пайдаланбағандары. ВТО-ның нормасында мысалы айтылады, Қазақстанның ішінде, бір мемлекеттің ішінде товар айналымын жаңағыдай сатуға, бір-біріне сатуға құқылы халық. Бірақ та бізді бұдан шектеп қойды. Біз мысалға бұны сата алмаймыз ешқай жерге де. Шетелге шыға алмайтынымыз жарайды, онымен келісеміз. Ал бірақ та Қазақстан ішінде сатылмайды деген ол дұрыс болмады. Дұрыс емес шешім. ВТО нормасын қолдану керек еді олар. Жаңа интервью берген Данияр Мәкешевтің айтуынша, біздің шекарадан шетел көліктері әлі күнге дейін кіргізіліп жатыр. Заңды белшесінен басқан бай-бағландар тіпті оларды тіркеуге қойып та жүр екен. Полицейлердің ақпарына сай, шетелдік көліктерді тіркеу науқаны басталғалы бері ел аумағы бойынша 107 мыңнан астам көлік заңдастырылған. Сондай-ақ 14 мыңға жуық конструктор көлік анықталыпты. Енді шетелден Қазақстанға әлі күнге дейін кіргізіліп жатқан машиналар заңдастырыла ма жоқ па, оны өмір көрсетеді.